Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мастер қожа арнасы. Біз бүгін сундықтың неше түрін ашамыз және оларда қандай персонаж түсетінін сіздерге де қызық шығар. Ең мықты ранг ол 35 рангқа дейін жетеді екен. Осыны білмесеңіздер комментке білмедім деп жазып кетіңіздер. Ал енді үлкен сундықтан не шығады, соны тексеріп көрейік. Бірақ бұл аса есіңе шықпады, келесі мүмкіндіктеріміз қолдануға болады. Не? Брюкті алып алдық. Сіздер бұны ойламадыңыздар деп ойлаймын. Ары қарай ашу барысында жоқ, бірақ Нитамын. Дәл ойлағандай Нитаны түсіре алдым. Достар, осындай каналды қаласаңыздар, маған тіркеліп отырыңыздар. 8 бит. О, нет. Не береді екен, бірақ қызық мағанда. Жоқ, бұл жолда маңызды ештеңе көрген жоқ. Жоқ, Барлиді түсірдім бе? О, Барли. Ал бұл жерде, бұл кім? Кольт па? Әрине, Кольтты түсіріп алдық. Кім деп ойлайсыздар? Бұл кім? Өздеріңіз ойларыңыз пікірге жазыңыздар. Иә, сіздер дұрыс таптыңыздар. Бұл. Бұл кім деп ойлайсыздар? Әрине, ол Джесси. Бұл кім? Бұл Земзе па? Дәл мен айтқандай. Земзе. Бұл кім? Бұл Динамайк па? Динамайк. Бұл әлсіз болғанмен өте мықты. Менің сүйікті жауынгерлерім бірі. Дәл таптым. Бұл Тик. Сіздер осы персонаждардың ішінде қаншауын таптыңыздар, соның барлығын пікірге жазып отырсаңыздар болады. Көп тапқан адам ол жеңімпаз болып есептелінеді. Бұл кім? Мен де танымаймын. Эль Примо. Өте мықты жауынгер. Менің сүйікті адамдардың бірі. Биби түсші. Жоқ, бұл Роза. Бибиді түсіргенді қаладым. Бұл кім? Поко сияқты. Дәл ойлағандай Поко екен. Ал енді редкий жауынгерлерді түсіруге тырысамыз. Сверх редкий. Бұл Рико да ойлаймын. Әлбетте, Рико. Рикоға білдім мен. Бұл кім? Жоқ, бұл күштерін берілген жерде. Өздеріңіздің сүйікті жауынгерлеріңізді менің комментімде қалдырып отырыңыздар. Бірге болса достасайық. Бұл кім? Бұл Дэрилді түсіріп алдық. Мәссаған. Бұның қорапқа айналатын күші ерекше ұнайды маған. Бұл Карл шығар. Карл деп ойлаймын. Әлбетте, осыны мен Карлды өте қатты жақсы көремін. Бумеранг сияқты өзінің балтасын атылады. Ұнайды осы. Бұл кім? Пенни. Бұл да мықты. Оның мортира қоян әдісі мен үшін ең мықты әдістердің бірі. Бұл Бея. Бұның супер күші аралардың армиясын шақыра алады. Бұл Пем болу керек. Бұл жан беру күші мен үшін өте мықты күш. Биби менің ең сүйікті жауынгерім. Бұл кім? Фрэнк. Әлбетте. Сіздер өздерінің сүйікті жауынгерлеріңізді менің комментімен қалдырып отырыңыздар. Джин. Бұл мифический боец. Бұл Мортис па? Мен ойлағандай Мортис. Өзің алысқа серпу күші арқылы менің ең сүйікті жауынгерлерім бірі. Макс. Бұның ең жылдамдығы мен үшін өте мықты. Бұл кім? Тара. 3 карта лақтыру күші. Бұл кім? Бұл Мистер П. Робот насилчик шығарылатын күші мықты. Кім түсі деп ойлайсыздар достар? Леонды түсіріп алдым.
Ворон. Енді қандай жауынгерлер қалды? Соны комментке қалдырып отырыңыздар. Бұл кім? Сэнди. Ал енді бізде түсу мүмкін ең соңғы жауынгер қалды. Ол кім? Бұл кім? Спайк. Өте мықты жауынгер. Ашып көре беріп не шығатынын тексереміз. Күшін максималды көрігіне дейін дамытуымыз керек. Достар, бұл сіздерге қызықсыз болатын болса, осылармен бір ойын жасап көріңіз келеді. Кіммен ойнағанын қызық деп ойлайсыздар, достар? Кімді таңдағанын достар? Мен өзім үшін ең басты қызықтылар ол менің ойымша Леон сияқты. Осы Леонмен ойнап көрейін. Қай скин әдемі деп ойлайсыздар? Менің ойымша осы скин. Бұның скиндері өте көп екен. 300 скині бар әрқайсысында. Спайк. Сіздер дәл осындай видео ойында қалайтын болсаңыздар, маған комментке қалай деп жазыңыздар. Мен ол комменттерді міндетті түрде оқимын. Тарамен ойнап көрейін. Тара менің ең сүйіктім. Жоқ, мына скин маған қатмайды. Тексер, көбейт оны. Біздің билеттеріміз саны көп болғандықтан оны көбейтемін. Бірақ бұл қандай күші бар екен, мен білмеймін. Інім, сен ойыңша оның қандай күші бар? Ол да білмейді екен. Сен қандай жауынгерлердің күшін білесің өзің? Ешқандай жауынгердің күшін білмеймін деп жатыр. Достар, сіздер қандай жауынгерлердің күштерін білесіздер? Соның барлығын менің комментіме жазып отырыңыздар. Лайк басып каналға тіркеліңіздер. Сіздердің лайктарыңыз бен комменттеріңіз және бізге тіркелулеріңіз маған шабыт береді. Келесі жолы қандай видео түсіру керектігінде видеоның астында комментте жазуды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар достар.